Сәлем баршаңызға. Бүгін баклажаны роллы пісіреміз. Тещин язык деп те айтады, баклажаны в духовке деп те айтады. Майсыз етіп духовкада пісіретін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Баклажандарымызды жуып, тазалап, осындай жұқалап, ұзындау етіп турап аламыз. Біздің баклажандарымыз қалың болып кетпеу керек. Қалың болып қалса, сосын ораған кезде кішкене қиындау болады. Сондықтан жұқалап, барлығын бір тегіс етіп турап аламыз. Аздап тұз сеуіп, араластырып қоямыз. Енді 3 жұмыртқаны ыдысқа шағып саламыз. Аздау тұз араластырып, шаншқының көмегімен араластырып аламыз. Енді баклажандарымызды бірінші ұнға бөлейміз. Сосын жұмыртқаға батырып аламыз. Панировочный сухариге тек бір жағына батырып аламыз. Сосын астымен пергамент салынған листімізге қойып шығамыз. Осылай ұнға бірінші, сосын жұмыртқаға, сосын панировочный сухариге батырып аламыз. Барлығын пергамент салынған листке жайғастырамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут жұмсағанша пісіріп алатын боламыз. Менде 20 минут уақытта жұмсап пісіп шықты. Енді ішіне жағатын соусын дайындап аламыз. Кішкене ыдысқа майонез саламыз. Кез келген майонез жарайды. Оған сарымсақты 3-4 тісіні осындай езетінен шығарып саламыз. Укроп, не болмаса басқа да кез келген көкөністер болады. Майдалап турап саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Духовкадан пісіп шыққан баклажандарымызды толықтай суытып аламыз. Енді ішіне салатын қызанақты ұзындау етіп турап аламыз. Енді жинауды бастаймыз баклажандарымызды. Ішіне осы соусымызды жағып, қызанақты қойып, орап шығамыз. Барлығын осылай бір тегіс етіп орап шығамыз. Үстіне әдемі болып тұру үшін бальзамический соусты осылай жағып қойдым. Жақпасаңыздар да болады. Өте дәмді, майсыз болып шығады. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса лайк басып, менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.